Достар, біз бүгін сынған копилканың гипс құйған кезде ауа кетіп, тесік болған жерін жөндейтін боламыз. Алдыңғы видеомда сынған копилканы клейлеген едік. Біз енді клейлеген жерімізді білдіртпеуіміз керек. Бізге ең бірінші гипс керек, су керек, кисточка керек. Міне кистіні суға батырып, гипске сәл батырып, сынған жерімізге клейледік қой бұл жерді. Сол жерге жағып шығамыз. Ал ауа кетіп, копилкамыз тесік жерлеріне дәл осылай қылып, тесік жерін бітетін боламыз. Осылай сынған жерлерін, ауа кетіп, тесілген жерлерін осы гипстің, судың, кистінің көмегімен осылай жайлап бітеуге болады. Әдемі көрінеді, бітелген кезде көп шамалға білінбейді. Краскілесеңдер вообще білінбейтін болады. Сіздердің копилкалеріңіз осындай клейлеген болса, ауа кетіп, тесік жерлері болса, дәл осылай бітесеңіздер болады.